айтушы еді. Мал орнына сатылып, жаны сүймеген жанға жар болатын қазақтың сансыз қыздарының ішінен әлде қалай өзінің сүйгені тиген Шолпан. Шынында да бастапқы жылы бала керек қылмады. Ақ отаудың ішінде оңаша жатса да, яғни күйеуін құшақтап жатса да, ол ылғи ішінен жасаған-ау, бала бере көрме. Бала бере көрме. Бала бере көрме. Бала бере көрме. Деп тілейтін еді. Жеңеше-ау, балалы болсам, мына әдемі өмірім бұзылады-ау, жеңеше. Деп ойлайтын еді Шолпан. Әй, бала туса, күйеуі мен екеуінің ортасында бір тікенеу көсетіндей болушы еді. Қиюласып, қосылған екі жанның арасына жат бір үшінші жан түскен соң. Екеуінің де екпінді, жалынды махаббаты бүлінер, суынарды. Қорқушы еді мұна Шолпан. Затында баланы жек көргендіктен емес. Ері мен екі ортасындағы жібектен нәзік махаббат жібі үзілмеу үшін бала болмауын тілеп еді Шолпан. Жас жүректің ондай ұйтқыған есалаң тілегі қабыл болды ма? Кім білсін, түскеніне 3 жыл толды, Шолпан құрсақ көтерген жоқ. Шолпан құрсақ көтермегеніне шыны рас еді. Ерімен арасындағы махаббат оты күн сайын дүрілдемегенімен бәсеңдемей бір қалыпта тұрғаны сол баланың жоқтығынан ғой деп ойлады Шолпан. 3 жыл бойы ері де еш уақытта бала жоқты маған сықылды. 3 жыл бойы мына Шолпаннан басқа, Шолпанның оттай ыстық, желдей жібек құшағынан басқа еш нәрсе тілемеген сияқты. Шолпан, беріңіз. Қойшы. Қойшы едіңіз? Беріңіз бірінің. Сәрсен, қой дейді. Оның өмірінің басы да. Ергелді. Сәрсен. Аяқым да. Берге. Қой дейді саған, Аяқым дейсі да. Сыбыққан асы да тек осы Шолпан сияқты. Иә. Бәрі менен қашып болмайсыз. қой дейді саған, Сәрсен. Берге! Ұстаным! Айтқымаса ұстаным! Ұстаным! Дүниеде теңіз терең емес, адамның жаны терең. Шолпанның ерінің жанының терең түбінде қандай тілек, қандай ой жатқанын кім білсін. Әйтеуір Шолпанға үнемі осылай көрінуші еді. Қысқасы, Шолпанды 3 жыл бойына осы ойдан қайтаратын ол ешбір сөзді естіген жоқ, ешбір істе көрген жоқ. Иә, дұрысы. Баласыз өмір, бос өмір дегенде мұна көп адамнан естіді. Бірақ жанынан жақын жары Сәрсенбайдан мұндай сөз естіген жоқ. Иә. Ғашық адамға Құранның аяты қасиетті емес, жарының сөзі қасиетті. Жарынан басқа адамның сөзі не қылсын Шолпан? Иә, абысынау, дұрыс айтасыз. Әй, осылардың бірін-бірі қуалап, ай соңынан айлық. Бірін-бірі жетеліп жыл соңынан жылыз. Не керек? Шолпанның бала болмасын деген ойы бекігенен бекіді. Иә, бірақ жалпы жаратылыста да, адамның өмірінде де, адамның ойында да өзгерістің даярлығы болмаса, дәл өзі ұзақ созылып барып болмақ емес. Болмақ емес. Өзгеріс қашанда болса кенет болмақ. 2 ай, 3 ай күз дейміз. Сонда күздің келгенін адам 2-3 ай бойына сезіп жүрмейді ғой. Айталық, бірақ түнде әжімді жүзі жылауып күздің келгенін сезіп қалады. Міне Шолпанның бала болмасын деген ойы да, бірақ түнде
кетіп шыға келді. Ұршыққа оралған жігіттей басы аяғы жоқ қыстың ұзын кешеді. Әңгірде мал жайлап болған соң шолпанның ері. Шолпанның ері әңгімелесіп отыру үшін өзінің құрбысы Нұржанның үйіне келген. Нұржанның үйленгеніне 5 жыл болып еді. 5 жылда 3 баласы бар еді. Шынды? 2 ұл және бір қыз. Сәрсенбай Нұржанның үйінде ұзақ уақыт отырып қалды. Бірақ Сәрсенбайды мұнда ұзақ уақыт отырғызған. Ана Нұржанның ұзақ әңгімесі емес. Оның мына 3 баласы еді. Әңгіме дейтін әңгіме де болған жоқ. Тек отырғандардың бәрі осы 3 баланың қызығына қарасты да отырды. Анау 2 ұлы бұлдырлатып өлең айтқан болса, алақандарына түкіріп, ұшталаңдап күресеміздер соса бергенде, аяқтары бір-біріне шалысып қалып құлайды. Отырғандардың бәрі қарқ-қарқ күліседі. Содан соң, отырғандар, ана баланы шақырып алып, кезек-кезек сүйеді. Нұржанның әкесі ше. Бір немересін шақырып алып, алды, арты, асты, үсті. Тіпті сүймеген жерін қалдырмады ғой. Әсіресе бар ғой, әсіресе. Мұна Нұржанның кішкене қызының қылығы, тәттілігі. Балдан да тәтті еді. Нұржанның үйінде Сәрсенбай ұзақ уақыт отырып қайтуға шыққанда ауылдың бәрі жатып қалған еді. Қайтып үйіне кірсе, Шолпанда жатыр екен. Қайда жүрсің? Бірақ ұйықтамаған екен. Тезірек шешініп. Шолпанның қасына жатты да. Манағы Нұржанның балаларының қылықтарын біртіндеп айта бастады. Өкілемей, күрсінбей, біздің баламыз жоқ деген ойымды айтпай, қайта күле-күле сөйледі. Сәрсенбай әңгімесінің арасында жай сөз екпінімен ғана. Алы базар, баласы сиқу мазар дегені бұрасау, Дегенде, Шолпанның басына жаңа бір ой жарқ ете түсті. 3 жылдан бері
балам болмасын деген тілегінің қате болғанда да Ие салаң екендігі. баласыз екеуінің өмірі Құмазарға айналатындығы. араларындағы жалынды махаббаттың оты бірте Еріп май шамдай сөнетіндігі. құшақтың ыстығы өмір бойы Бір қалыпта тұрмайтындығы. екі жүйрік жүректің екпіні баяулаған кезде Бір-бірінен жирендірме, қайта бір-біріне жақындататын бала екендігі. сол бала ер мен әйел арасындағы Дәнекер екендігі. міне сол ойлардың бәрі сол сағатта ап-айқын боп Шолпанның көз алдына кел. Сәрсенбай, Нұржанның балаларын қылықтарын ұзақ әңгіме етіп айтты. Төсекте жатып, ол шын тасымен қарып-қарып күлгенде, мына Шолпан да бірге күлді. Бірақ бұл күлген Шолпанның жаны емес, бет терісі ғана еді. Сәрсенбай манағы мақалды айтқаннан кейін Шолпанның сұңқардай ұшқыр жанын, желбеге салаң жүрегін қап-қара ойлар борап алып еді. Теңіздің толқындарындай қап-қара ойлар бірінің артынан бірі келді. Сәрсенбай әлдеқашан ұйқыға кетті. Бірақ Шолпан өзінің ойлармен уланып кірпік қаққысы жоқ. Мына қыстың ұзын түні де шайтанның шашындай ұзайғаннан ұзайып барады. Күн шығыстан ағарып алтын таң атып келе жатқанда Шолпан болар болмас күбірлейіп: жасаған-ау, бала бере көр. Бала бере көр, жасаған-ау. Бала бере көр, жасаған-ау. Деп жасағаннан бала сұрап жатыр еді. Бала бере көр. Бала бере көр. Осы түннен былай қарай Шолпанның бар тілегі бала болды. Осы түннен былай қарай Шолпанның бар тілегі бала болды дейді. Бала дейсіз бе? Иә. Шолпан жасса да, тұрса да, ояу болса да, ұйықтаса да, Жасаған-ау, бала бере көр. деген тілекті не ауызы, не жүрек айтушы еді. Бірақ бірін-бірі қуалап, ай соңынан ай озды, жыл озды, тілек, өмір тозды. Талай түндерде көзден емес, жүректен ыстық жас төкті. Сопы болды. Ылғи дәрет алып, таза жүрді, намаз оқыды. Қайсысын енді абысын-ау? Күн сайын таң сібірлеп келе жатқанда тұрып, сәждеге құлады. Тасбиғын санап, Субханалла айтты. Бірақ баладан белгі болмады. Шолпан өзінің сопылық жолға түсу себебін бала екендігін ешкімге айтқан жоқ. Жанынан жақын жары Сәрсенбайға да айтқан жоқ. Сондықтан болар Шолпанның мына мінезі Сәрсенбайға да, ана басқаларға да оғаш көрінді, жат көрінді. Үлкені де, жасы да күлетін болды, келеме жығылатын болды. Ай, сен тірадар болайын деп жүрсің ба? Деп күлетін болды. Ауыл аймақта Шолпанға. Ай, пірадар келін, Пірадар жеңеше, пірадар абысынымыз. Деп ат қойды. Бірақ Шолпан ішіндегі жараны ешкімге ашқан жоқ. Ашқанмен бұлар ұғар ма еді? әй абысына, бергелі қалыңызшы. Тегінде адамның жүрек сырын шеттің оғуы мүмкін нәрсе емес қой. қой, мүмкін емес. Сау болыңыз. Әй, кет. Ессіз Шолпан. Дүниеден безді.
Өзіне жалғыз жылады. Тек жасағаннан бала сұрады. Жасағаннан бала бере гөр. Бала бере гөр, жасағаннан. Бала бере гөр. Бала бере гөр, бала бере гөр, бала бере гөр. Бірақ баладан белгі болмады. Temiz teringimiz! Temiz teringimiz! Adamның жаны терең. Су түбінде жатқан зат жел толқытса ғана шықпақ. Ой түбінде жатқан сыр жел толқытса да шықпақ емес. Шықса, сыр мен жердің көлеңкесі сәулесі ғана шықпақ. Дүниеде адамнан қиын жұмбақ жоқ. Адам шешуі жоқ жұмбақ. Адам шешуі жоқ жұмбақ. Шешуі деп атауға болатын болса, адамның шешуі жалғыз ғана өлім. шетке бітіре алмай, тура түгел ішіме барсын деп. Жүзі бір қызарып, бір ағарып, бетін үнемі қожаның аузына тосып отырушы еді Шолпан. Көзім қарайып, басым айналып деген сылтау тауып, өзім бақсыға да қарады. Тағы, не істемеді Шолпан? Өртке ұшырап ала тұрған жан не істейтін болса, Шолпан соның бәрін істеді. Бірақ бірін-бірі қорап, ай соңынан ай ос, баладан белгі болмады. Шолпан
Тілеуден талмады. Көзінде жасы қалмады. Дүниеден безді. Пірадар болды. Әулиеге ат айтты. Қорасанға қой айтты. Жасағанау. Бала бере гөр. 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 Деп жалынды. Бірақ тілек іске аспай, аяғы жоқ жыр болды. Көзден аққан жас жерге сіңді. Тілек тозды. Өмір озды. Бала бере гөр. Бала бере гөр. Жасағанау. Бала бере гөр. Бала бере гөр. Бала бере гөр. Бала бере гөр. Бала көтермеді. Қанша жалынса да, қанша жыласа да, жасаған оған бала бермеді. Кім біледі, мүмкін жасағанның шолпанға бала бермеуі. Өзінше дұрыс шығар, жөн шығар. Жап аузыңды. Бастапқы жылдардағы Шолпанның бала бере көрмей деген тілегі қабыл болып, қайта түзелмейтін, өңделмейтін тақтайына жазып қойған шығар. Шолпанның ендігі тілегі болары болып, бояуы сөнген соңғы пайдасыз бос тілек шығар. Жоламаш. Енді не қылмақ керек? Енді не қылмақ керек? Енді не қылмақ керек? Құрып кетсін. Молдасы құрып кетсін. Қожасы құрып кетсін. Бәрі құрып кетсін. Ана қасарған тәкаппар тәңірісі бар болсын. Қайда шаппай шелген қыз қайда Көкте емес. Адамның өзіне байланып шығар. Бала болу өсі гүлген ер мен әйелдің өзіне байланып шығар. Шын әйел бола алмағандығынан шығар. Ерімен қосылған кезде ана қазақтың сансыз қыздарындай жай бір жұмыс жасағандай салқын жатуынан шығар. Ерімен қосылған кезде сол қосылу ісіне жан тәніммен беріле білмеуінен шығар. Құшағының ыстығы аз болғандықтан шығар. Сүюінің оты кем болғандықтан шығар. Осы әрі тәтті, әрі улы ойлардың арбауымен Шолпан Сәрсенбаймен
жата бастаған кезде тіпті екінші түрлі жата бастады. Денесі өртке, құшағы жалынға, аузы отқа айнала бастады. Сүй жан сәулем. Тағы да сүй, тағы да. Жылы тәтті, ұтарады. Жаныма бұл ләззаттың бір сәтінде бермеймін. Патша тағы бүкіл дүние малына. Сәрсенбайдың қойнына жата бастаған кезде мойнына бұғалық түскен киіктің асаулағындай ер затын өмірінде бірінші рет көрген 13 жасар қыздай күйіп жанатын болды. Құшақтағанда Сәрсенбайдың қабырғаларын қысып құшақтайтын болды. Аузынан Сәрсенбайдың бетіне от жібергендей құшырланып, жалындап сүйетін болды. Шолпанның құшағында сен соққан балықтай соқтығып, қуышып айналған адамға елжіреп жатып, Сәрсенбай! Ей, сен кәрі бос. Мен қартайғанда жорға шаптырайын деп жүрсің бе? Сәрсенбайдың мұны күлкісі Шолпанның жүрек жарасына бұрыш себетін еді. Жанынан жақын көрген Сәрсенбайдың Шолпанның жанына бағанына зығырданы қайнаушы еді. Жүрегі уға толушы еді. Ол мұнда Сәрсенбайға шын ренжуші еді. Бала екеуінің де жоқ емес пе? Екеуіне бірде керек байлам емес пе? Ол неге? Сол ортақ жоқты бірге істеспей. Баласыз екеуінің өмірі бос екендігін неге сезбейді ол? Ол неге? Сол іздеу отына Шолпанмен бірге түспей, бірге жанбай, бірге күймей. Еркек атаулы бала дегенде, ішкен асын жерге қойғанда, Сәрсенбай неге бала деп аузын алмай? Оның шынымен бедеу еркек болғаны ма?
Сәрсенбай бедеу болғандықтан бізде бала жоқ. Бізде бала болмағандықтан мен бақытсызмын. Мен бақытсыз. Бірақ Сәрсенбай бақытты ма? Оның жүрегі күйіп жанбай ма? Ол өзінің мына екі бірдей өмірді улаушы екенін неге сезбей? Енді мына батып бара жатқан өмір емесін бақыт жағына кім сүйреп шығарар? Шолпан. Жалғыз Шолпан. Бір өмір үшін емес, екі бірдей өмір үшін. Шолпан осыны істеуге міндетті. Теңізден терең, таудан зор күнә қылып болса да, Шолпан бала табуға міндетті. Ізгі тілек үшін істеген күнәні жасаған кешпес пе екен? Жоқ, Құданың рахметі мол, ол кешіреді. Бірақ адам кешер ме? Орлық қылдан малтап, ойнас қылдан балатап. Лағнет жаусын, лағнет! Жасағаным, бір өзін кешіре көр. Жасағаным, бір өзін кешіре көр. Бір өзін кешіре көр, жасағаным. Бір өзін кешіре көр, жасағаным. Шолпанның осы улы арам ойланымен ойланып жүргені Сәрсенбайға тиген 8-ші жыл еді. Май айы, ауыл қыстаудың жанына жылжып қана қонған. Ташы түс мезгілі. Кішкене ғана жел бар. Маса жоқ есебінде. Көкте, көк ава торғын бұлттар маужырап қалғып, ерініп қана әлдеқайда жылжып бара жатыр. Ауада торғын оралып жүргесі қалды. Қалана желіде еркелікпен тартылып, мойынның ауырғанына қарамай қиястанып, асау құлындар тұр. Олардың қасында ана құйрығы мен арқасын анда-санда салмақпен сипап тұрған сақа биеле. Құлыным-ай, құр мойның ауырады. Қиястықтан пайда жоқ деп ақыл үйреткен сықылды. Құлындардың алдартына түсіп, не болды саған құлыным? Не болды деп құлықтар жүр. Ертең деген сорлы, сәл сабыр қылсаңшы, ешбір бәле болған жоқ. Дегенде кәрі айғыр құлағын жымитып қойды. Қой әлі өрістен келген жоқ. Иштегі қарны ашқан қошақайлар зарлап тұр. Сол уақытта күнге керілген мысықтай керіліп Шолпан отыр еді.
отырған секілді. Бірақ шынына келгенде, ол еш нәрсе тігіп отырған жоқ. 3 айдан бері артынан аруақтай қалмай жүрген арам ойларын ойлап отыр еді. 1 ай болды. Шолпан күнәға белін берік байлаған. Шолпан! Шолпан! Сәрсенбай, бүгін қалаға жүреді. Қонаға. Әйтеуір істейтін болған соң, ұзаққа созудың қажеті қанша. Аққайда, ақбақайдай, Болашақ балаға ата болуға лайық кім бар? Жылқыш адам құл. Жылқыш адам құл қалай болар? Құлмен жүрсе, сыр шетке баш болмас еді. Жабулы қазан жабулы күйінде қалар еді. Бірақ адам құлдан қандай бала тумақ? Құлдан құл, күңнен күң тумақ емес пе? Жоқ, адам құл болмайды. Тағы кім бар да? Шойбай! Жоқ, ол да болмайды. Жұмағали! Жоқ, ол да болмайды. Әзімбай! Әзімбай! Иә. Әзімбай қалай болар? Тек татаның баласы. Өзі жас. Сымбатты жігіт. Жасы? Жасы 18-19-дан артық жоқ шығар. Бойы ұзын. 2 жауырына 2 кісі мінгендей. Күліп қана тұратын қой көзді. Ана жаңа шығып келе жатқан қара мұрты. Қара жібек сықылды. Ол, сол Әзімбайдың өзі. 3 жылдан бері мына Шолпанға жеңге деп күңкілдеп жүрген жоқ пе? Сол маған жас қой. Іске сәт жеңеше. Жүгірмек неме? Ерте кеш. Қолыңнан бір іс түспейді ау жеңеше. Тігіп отырғаның не? Деп Әзімбай Шолпанның тізесінің үстіндегі көйлекті ұстаған болды. Санынан шымшықтырап қалды. Қойшы сал жігіт. Бір түлісің ау? Жақсаған бүгін қалаға қонаға кетуші еді. Соның мына көйлегінің жеңін ұштап отырмын да. Сені де бүгін қалаға жүреді деп еді ғой? Жақсаған бүгін қалаға кете ма? Иә. Жеңеше. Ау. Осы 3 жылдан бері айтып жүрген сөзім. Аяқсыз қала ма? Жеңеше. Қойшы сал жігіт. Қойшы жеңеше. Ай, жүрегім бір ел жүруді. Бір аяуды білмейтін тас екен, а? Тағы бастадың ба сал жігіт? Әй, одан да мына пісіп тұрған жас қыздарыңа барып сөзіңді айта берсейші. Мен сені қыз сұрадым ба? Қыз сұрадым ба? Салы көп, сабасы жоқ қыздар көп. Ондай қызы құрыс. Орамал тастайды. Теңдесіне дегенді. Білмейсің бәне. Ойбай-ау, 20-ға жетпей алжысайшы. 8 жыл біреуге қатын болған. Сенің теңің. Мен бе? Жоқ. Жақсы көрет дегенім ғой. Тәңірі неше жыл қатын қылса да, бала таппаған әйел кәрі бола ма?
бала деген сөзбен шолпанның жүрек жарасына тиіп, және оны өзінен алыстатып алғанын сезіп, Әзімбай енді үзілген араны сөзбен жалғап алып кетуге шамасы келмей, қолымен шолпанның сол жақ санына қысып қалды. Қойшы, сал жігіт. Шолпан Әзімбайдың қолын алдынан алып тастады да көйлекке қарап ұзақ отырып қалды. Жақсы көргенің рас шығар. Бірақ ана жақсағанның көзіне қалай шөп сал дейсің? Ана балалардың ұрлық қылайық, қылсақ қылайық. Құдайды қайтеміз дегенде. Құдайды қайтеміз? Және сен жассың. Сен ана аузыңа да ие бола алмайсың ғой. Осы сөздерді айтқанда, Шолпанның көздері түпсіз тұңғиық теңізге айнала бастады. Әзімбайдың да көзінде от ойнай бастады. Әзімбай құдай күні деген жаққа аяқ баспай, бар түйін осының сөзінде тұрғандай өзін асығып сасып өзін бекіте бастады. Жеңеше, мені сыр шашып не балама? Әлде мен саған қасыппын ба? Жеңеше, менің жақсы көргенімді білмейсің ғой. Жетер. 3 жыл сүйрегенімді жетер. Бүгін кешке келейін ба? Келем. Әзімбайдың қолы Шолпанның тігіп отырған көйлектің үстіне ғана емес, өз көйлегінің үстіне де келіп қалып еді. Жарайды. Bir sürüş. Bir sürüş. Kım. Сал жігіт. Ал. Үйге кіріп алса үсті. Жоқ, рахмет. Қой қайырым керек. Қойма. Жүрегім тоқтап қалды іздеді. Жеңеше, мен кеттім. Кешкісін келем. Жібек, майдың сұлытыны. Көкте бір бұлт жоқ. Қара көк барқыт кең көкте. Ойменен, мұңменен, салмақпен ақ алтынай жүзіп барады. Не істейді екен ала? Жарынан айырылған әйел ме екен? Баласынан айырылған анам екен. Қыстаудың сыртындағы сулы шіліктегі көлбақалар шулап жатыр. Не дейді екен олар? Не дейді екен? Жарынан айырылған әйел ме екен? Жан керек, жар керек, бала керек дейді ме? Жоқ, көл бойынан дамылсыз құдырет-ау деген дауыстар естіледі. Өмір бойы құдіретті аузынан тастамайтын қандай ауыр күнә істеді екен ол қыз. Төсек ағаш үстінде Шолпан жатыр. Жатар алдында иісті сабынмен жуынған. Сандықтан жаңа көйлегін алып киген. Кім үшін жуынған ол? Кім үшін киінген? Кімді күтеді ол? Кешке келем. Сәрсенбайды күтеді. Әзімбай. Әзімбайды күтеді. 8 жыл бала алысып тұрған, еш шай деспеген жан жары. Сәрсенбайдың көзіне шөп салу үшін Әзімбайды күтеді. Не үшін? Не үшін? Не үшін? Бала үшін жасағаны. Кешіре гөр. Кешіре гөр. Кешіре гөр. Аяқты осы.
есікті ашып үйге кірді. Әзімбай тура төсек ағашысына келе жатыр. Шолпанда үн жоқ. Денесі дір-дір етеді, құлақ түскен құлындай. Денесінің бір жері мұз. Жүрегі дәл аузында. Аузын ашса, жүрек атып кетейін деп тұр ғой. Түлкі алған жастаздай екі иіннен демін алып, жалма-жан шешініп Әзімбай көрпеге кірді. Тап сол минутта Әзімбайдың көздері тазының көздерінде қып-қызыл еді. Сал жігіт, кішкене шай шымда тұрсайшы. Анау жүрек жарасын Әзімбай қашпақшы. Ол жатар алдында оның іздегені жынды, отты құшақ емес, бала екенін білдірмек. Бірақ оны Әзімбай тыңдаған жоқ. Қойын қуған төбеттей көрпеге кіргенін-ақ аласыра бастады. Ойын бітті. Таң ағарып келеді. Таң ағарып келеді. Әзімбай Шолпанның бетінен бір сүйді де. ертең тағы келіп кетуім керек. Ертерек. Жылап, шаршап, жас баладай сұлық жатқан Шолпан. Енді тіпті келме. Деп айтуға оңтайланып еді. Несің дұрыс па? Сенің іздегенің не? Бала емес па? Осы бір түнде бала бола қоя ма? Болмаса ше? Осы түн өмір бойы Шолпанның ойында лағнет қамыты болмай ма? Мынау күнә. Өмір бойы Шолпанның мойны күнә болып қалмай ма екен? Соны айтам. Бота көзінің жасын жегімен сүртіп, Шолпан күбірлеп қана. Кел, сал жігіт. Бала бере гөр. Жасағаным, бала бере гөр. Бала бере гөр. Жасағаным, бала бере гөр. Бала бере гөр. Бала бере гөр. Бала бере гөр. Шолпан, екі қабат. 5 жыл бойы санадан сарғайып күткен тілегі болды. Уланған өмір гүлденді. Күнә болып қалған жоқ. Қалған жоқ. Саулап қайналды. Сауап қайналды. Бала болғанын білген кезде Шолпанның қабағы 1 минут жабылды ма? Күні түні аузы күлкіден тиылды ма? Екі қолы босай қалса, алақанымен қарнын сипап, сол алақанын сүйуші еді. Ессіз Шолпан. Қарындағы бір кесек жансыз етті ерні күбір өтіп, айналып толғаныш еді. Ессіз Шолпан.
іздеген жоғы табылды. Басты байлап, күнәға айдаған кесел жойылды. Бірақ енді Шолпанның Әзімбаймен арасын үзбеуі қалай? Әлде Шолпанның да суық жолға түсіп кеткені ме? Жоқ. Шәкеше. Суық жолда әдетке айналдырады. Өнеге көретіп Шолпан беді. Ендеше. Бұл ендешеге жауап жоқ. Әзімбайға денесін уақытша ғана бер. Жанын аман алып қалам деп ойлады Шолпан. Бірақ, ойымен ісі бір-бірімен қабыспады. Әзімбай. 3-4 айдың ішінде Шолпанды, жан тәні мені мына Әзімбайға беріп байланып қалып еді. Дұрыс. Шолпанның жаны Әзімбайдан айырыла алмағанға. Ана бала іздегеннен де аз азап шеккен жоқ. Есталаң Әзімбай. Жеңеше, қош. Мас Әзімбай. Жеңеше, қой дейін. Жас Әзімбай. Берге. Не болды, жеңеше? Мұны тырнақтай сырды жақтыруды. Ой, жеңеше, қой істеме. Жеңеше, қой дейін. Қой, жеңеше. Жеңеше. Айырды жайымды да білмей. Өсек құрғыр. Жайылғаннан жайылып барады. Бірадар келін, қар келін деп аталса, Шолпанның несі қалады? Анау күні енесі. Кім? Енесі, мына Әзімбай, сенің отауыңа кеп неге қалжыңдай береді деген кезде Шолпан жерге кіріп кете жаздады. Жарайды. Енесі құрсын. Өсегі де құрсын. Жақсы ағам кетсе, кешкісін тағы келін. Шекеше. Кет. Кетіп жібер. Хай! Сәрсенбай. Жанынан жақсы көрген Сәрсенбай. Сол Сәрсенбай Шолпанға баяғыдай ма? Неге ол баяғыдай шадырап жүрмейді? Неге ол ылғи екі ойлы? Шошақ әлде екі жанның арасын бойлаған жіптей нәзік махаббат жібі үзілген сықылды емес пе? Баласы құрсын. Екі адамның өмірін улаған баласы құрсын. 8 жыл бойы сен демеген Сәрсенбай бір жылы сөз айтудан қалды. Қайтетсе мына сынықтан сылтау тауып балағаттап тастайтын бол. Ана балағаттың аяғы жекуге қамшыға айналып бара жатқан жоқ па? Күні кеше Сәрсенбай Шолпанды не үшін ұрып тастады? Бүгін бүкіл дүниесі суға ағып бара жатса да, ләм демейтін Сәрсенбай Шолпанды не үшін ұрып тастады?
бір шынаяқ шоғыры қолданысып сынған үшін. Сол үшін ғана ма? Әзімбаймен ойнас қылған үшін. Ұрам деп айтып ұрмайды. Неге ол аузынан тасталғандай өтеді? Болды дене десе, шолпанда оған бәрін айтып берер еді. Не үшін ойнас қылғанын, осы бала үшін ойнас қылғанын бәрін айтып берер еді. Бірақ жоқ. Жоқ. Сөз жоқ. Бірақ балаға дау бар, айқай бар, шу бар, бәрі бар. Махаббат! Махаббат жібі үзілді. Өмір сөнді. Лағнет жаусын. Лағнет жаусын. Ішіндегі баласына да лағнет жаусын. Талай түндерде осы түйінді шешу үшін талай сарғайған шолпан, талай ой теңізіне жетсе де ой түбіне жете алмады. Тек арасына екі оттың мені тәңірім қор еттің деп зарлаудан басқа жауап таба алмады. Сәрсенбаймен арасындағы шиеленісте күн өткен сайын шиеленісе берді. Сәрсенбай мен екі ара шиеленіскеннен шиеленісе берді. Екі жанның арасы алыстағаннан алыстай берді. Бірақ дүниеде адам таппаған жұмбақты заман таппақ. Адам құрығынан құтылғанмен, заман құрығынан құтылып кететін еш нәрсе жоқ. Сәрсенбай мен Шолпан арасындағы түйінді де көп ұзатпай заман өзі шешіп берді. Жібер. Ақымақ. Әзімбай. Сентябрь жұлдызының соңғы күндері. Ауыл қыстаудың ғана алдында. Аспанда түсі суық сұр бұлттар бір-бірімен жарысып бара жатыр. Салқын түн. Жердің бетін аппақ кебіндей болып бозғырау жапқан. Арбасында байлаулы жатқан бұзаулар томы анда-санда мө дейді. Олардың жандарында қарны кебежедей болып жатқан сиырлар еш нәрсені елең қылмай піс-піс етеді. Сәрсенбай бүгін таңертең ғана қалаға мал айдап кеткен. Отауда төсек ағаш үстінде Шолпан шыт көрпеге оранып жатыр. Оның жанында жас балаша көлделеңдеп жатқан Әзімбай қор-қор етеді. Шолпан да ұйқыда. Арбаның тысырлағандай бір дауыс. Арба? Шарба?
Сыртында жарма келе жатыр. Сен жын соғып кетті ма, не болды? Сәрсенбай болмаса егер. Есің дұрыс па болды міне? Ұшып келе ма? Әзімбай жылтып қана. Үйдің артына қарай шыққанда. Есік алдында Сәрсенбай. Арбадан түсіп жатыр еді. Күмей! Мен деп жауап қатудың орнына қыстау желкесіндегі шілікке қарай жүгіріп бара жатқан Әзімбайды көрді. Тоқта! Тоқта! Итті қара баласы! Тоқта! 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 Сәрсенбай атты доғармастан үйге кірді де үстіндегі қаптал күпіні жұлып тастай беріп төсек ағаш үстінде жатқан шолпанды шықпырта бастады. Иттің ғана баласы! Балашын, Мен сенен баласы ұратым ба! Мен саған біреумен ойнас жасап, маған бала тауып бермеді ба! Сен иттің менің төсегімді улап жүргеніңе жарты жыл болды ғой! Жаңа есін жинап келе жатқан шолпанды сүйретіп ала жөнелді. Бір қатын тістеніп келіп, үлкен темір шелекпен суық суды шолпанның басына құя салды. Тап сол минутта шолпанның миында бүкіл ғұмыры нажағайдың отындай жарқ етіп өтті. Жаңа шолпы тағып, соны әдейі сылдырлату үшін жіпті қайта бұзып жиғаны, апасынан жалынып сұрап, қыз ойнаққа барулары. Сәрсенбайдың